Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер осындай трубочка дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, слоеный болып шығады. Бұл өзі универсальный сондай тесто. Бұл тестомен самса да жасауға болады, және Наполеонның қамырын жасауға да болады. Қыздар, енді қатқан майымызды осы ұнның үстіне теркіден өткізіп теркілейміз, және жаңа қатты баспай тек ұнмен ғана араластырып қоямыз. Енді суық суымызға бір жұмыртқамызды, уксусымызды 6%, тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және араластырып болған соң, осы жаңағы қамыр ұнның үстіне құйып, жаймендеп, басын біріктіріп бастаймыз. Бұл жерде қатты илеп жіберудің қажеті жоқ, және де қазір ингредиенттеріміз салқын болып тұрған кезінде жылып кетпеу үшін тез ғана басын біріктіріп қоямыз. Бұл жерде қатты илеудің еш қажеті жоқ. Қыздар, енді дайын болған қамырымызды салафан мешогына салып, осындай квадрат етіп формасын шығарып, 2 сағатқа морозильникке салып аламыз. Енді морозильниктен шыққан қамырымыз өте сондай ыңғайлы, жаюға да ыңғайлы, жыртылмайтын, жақсы болып шығады. Оны сеуіп, түрпішті етіп, жұқалау етіп жайып аламыз, және оны жаңа бірдей етіп полоскалерге бөліп кесіп аламыз. Және кесіп алған полоскалерімізді конусқа орап, майлы пергамент қағаздың үстіне жинап шығамыз. Енді мына жерде конусты майлаудың қажеті жоқ, себебі қамырдың ішінде майы жетерліктей, сол себепті ол ешқандай да конусқа жабысып қалмайды.
Қыздар, енді осы дайын болған қамырымызды, жаңағы трубочкаларымызды ешқандай да жұмыртқаның сарысын жақпай-ақ пеште пісіріп алыңыздар, және үстін сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Енді мен бұл трубочкалардың ішін толтыру үшін 30% сливки мен сахарный пудраны қосып ұрып начинкілеп алдым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша заварной креммен, болмаса сметановый креммен, болмаса жаңағы дүкенде дайын сатылатын беллария креммен начинкілесеңіз болады. Мен бұл рецептімен заказ қабылдап сатылымға да шығарып жүрмін. Ең тиімді жаңа рецепттердің бірі, және жақсы өтеді. Қыздар, енді осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.